Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз қазақ тілінде пікір білдіру, яғни өз ойымызды мәдениетті әрі нақты жеткізуді үйренеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Пікір білдіргенде жиі қолданылатын сөз тіркестері. Мен сізбен келісемін. Менің ойымша бұл дұрыс шешім. Мен олай ойламаймын. Ендігі кезекті пікір білдіру кезінде қолданылатын грамматикалық лайфхактар топтамасына береміз. Бірінші лайфхак. Зат есімге немесе адамның есімі оқиғаға көмектес септігінің мен, бен, пен жалғауларын және келісемін сөзін жалғау арқылы өз ойыңызды білдіре аласыз. Мен сізбен келісемін. Мен Айнұрмен келісемін. Мен осы оймен келісемін. Екінші лайфхак. Менің ойымша немесе меніңше тіркестер. Бұл өз көзқарасыңызды білдірудің ең жиі қолданылатын тәсілі. Менің ойымша бұл дұрыс шешім. Меніңше бұл кітап бәріне пайдалы болады. Менің ойымша меніңше тіркесінен кейін себебі, өйткені шылауларымен өз пікіріңізді негіздеуге тырысыңыз. Мысалы, менің ойымша бұл дұрыс емес, себебі біз барлық деректі толық білмейміз. Менің ойымша бұл жақсы идея, өйткені ол адамдарды біріктіреді. Үшінші лайфхак. Келіспеу мен қарсы пікір білдіру. Қазақ тілінде келіспеуді де мәдениетті түрде айтуға болады. Ол үшін мынадай тіркестерді қолдануға болады. Мен олай ойламаймын. Мен бұл пікірмен келіспеймін. Бүгін біз қазақ тілінде өз пікірімізді білдіруді үйрендік. Сабақты достарыңызбен бөлісіңіз, каналға тіркеліңіз, пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.